Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше әдемі әрі шағын рулеттің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Түскі асқа не болмаса кешкі асқа дайындасаңыздар өте керемет әдемі болып көрінеді, әрі тез дайындалатын тағамдардың бірі. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Жұмыртқамызға суымызды қосамыз, тұзымызды салып араластырып аламыз. Су салқын су болу керек, жылы су емес. Араластырып алғаннан кейін үстіне алдын ала електен өткізіліп дайындап қойған ұнымызды қосамыз. Енді қазір қамыр илейтін боламыз. Басында осылай қасықпен, одан кейін қолдарыңыздың көмегімен жақсылап иін қандырып, қамырды басып, бетін жауып, демалуға бір 30-40 минутқа қойып қоясыздар. 30-40 минут өткен кезде сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып тұрады. Келесі арасына қосатын начинкамыз дайындаймыз. Фарш, картоп, пияз, соның үстіне ас көк қалауларыңызша, дәміне қарай тұзын, бұрышын, дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Мен кішкене 50 миллиграмдай сұйық май қосып жібердім. Енді барлығын араластырып, осы начинкамызды дайындап аламыз. Қалауларыңыз бойынша арасына тәтті бұрыш та қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Фарштың орнына етті ұсақтап турасаңыздар да болады. Міне біздің 30 минут өткеннен кейін қамырымыз әдемі болып жұмсарып тұр. Енді осыны кішкене 10 бөлікке бөліп аламыз. Дәл видеодағындай етіп 11 бөлікке бөліп алып, қазір енді бұларды дөңгелетіп шығамыз. Міне осындай қылдырып, барлығын дөңгелетіп аласыздар. Қамыр өте жұмсақ, сондай болып тұрады. Кішкене қолдарыңызға жабысатын болса, осылай ұнға екі жағын аунатып алыңыздар. Егер көп қып істегілеріңіз келсе, көп қылдырып, 2 есе көбейтсеңіздер де болады қамырды. Барлық кішкене дөңгелекшелерді қолдарыңызбен осылай дөңгелетіп алып, бір тарелкаға салып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Дәл осылай қалдырасыздар. Келесі шетінен бір-біреуден алып, қазір қамырымызды оқтаулайтын боламыз. Оқтаулаған кезде ұн сеуді ұмытпаңыздар, жабысып қалмасын қамырларыңыз. Қамыр өте оңай жазылады. Неғұрлым жұқа қылып жайсаңыздар, соғұрлым тәттірек болып шығады тағам. Міне көрдіңіздер ғой, жұқалығын мен осындай қылдырып жайдым. Енді үстіне кішкене май жағамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай майды барлық жеріне тегізіп, барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығып, үстіне жаңағы начинкамызды салып, оны да біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді оқтауымызға осылай ораймыз. Орадық. Енді екі шетінен ортаға қарай қазір бүріп жинайтын боламыз. Міне. Абайлап отырып оқтауды шетінен шығарып аласыздар. Болды. Барлығын осы ретте жасап шығасыздар. Қатты қиын емес, өте оңай. Тағы да бір рет көрсетейін. Міне майды жағып аламыз нанымызға. Үстіне начинкамызды салып, оны да барлық жеріне біркелкі ете отырып жайып шығасыздар. Дәл видеодағындай. Оқтауға ораймыз. Екі шетінен ортаға қарай жиырамыз. Енді оқтауды суырып ала саласыздар. Болды. Түкте қиындығы жоқ. Барлығын мен осылай жасап алдым. Енді мантаваркаға астын майлайсыздар. Мантаварканы салып болғаннан кейін әрқайсының бетін осылай сұйық маймен майлап шығасыздар. Сонда піскен кезде әдемі болып піседі. Енді осылай салып қойғаннан кейін барлығын 40 минуттай осылай буға пісіріп аламыз. 40 минутта біздің осы кішкене рулеттеріміз пісіп шығады. Міне біздің рулетіміз дайын. Енді осы рулетіміздің үстіне салатын құймасы, яғни подливасын жасаймыз. Ол үшін пиязды сақтап, кішкене 4 бұрышты етіп турап қуырып аламыз. Үстіне күштен өткізілген сәбізімізді саламыз, және екеуін бірге жақсылап қуыратын боламыз.
Қызанақ та қоссаңыздар болады осы кезде. Мен қызанақтың орнына томат пастасын қосамын. Томатты қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Кішкене қуырып майға. Кішкене майға қорсаңыздар жетеді. Барлығын бірге араластырып, күнделікті жасайтын подливаларыңыз, бұл мүлдем қиын емес. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне қалауыңызша дәмдеуіш қосасыз, тұз бұрышын қосасыз, кішкене бір 50 мг су қосасыз. Содан кейін араластырып, бетін жауып бұғуға қойып қоясыздар. Болды, міне біздің рулетіміз дайын. Рулеттің бетіне осылай подливасын салып берсеңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Ас болсын.